сабағымызды бастаймыз. Қазақстандағы өнеркәсіп кешенінің қалыптасуы екінші бөлімі. Бірінші бөлім бойынша сіздерге тапсырмасы сұралады. Бүгінгі біздің зерттеу сұрағымыз: неліктен Қазақстан ядролық сынақтар алаңына айналды? Сабағымыздың мақсаты 19 ғасырдың 20 ғасырдың екінші жартысындағы әскери өнеркәсіп кешендерінің Қазақстанға тигізген зардаптарын талдау. Түсініп үшін де болашақтың дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ал біз бүгін үй жұмысымызды бастайық. Олай болса, бүгінгі осы үй жұмысына байланысты суреттер сыр шертеді. Суреттерді сөйлеттірейік. Суреттердің қандай артында қандай құпия бар екенін білейік. Ал кеттік, олай болса, бастаймыз үй жұмысын. Балдар, кім дайын екен? Ал Қасиет, суретте не жеңгелер екен? Бұл жақта ядро бомбасының қалдығы, яғни ядро бомбасының жарылған қалдығы көрсетілген. Жарайсың, жақсы. Келесі суретімізді көшейік. Бізде карта бейнеленген. Карта нені білдіреді, балдар? Картаға кім шығады бізде? Еркебұлан. Бұл картада Семей полигонының жарылыстардың сынақ алаңы және де осы сынақ аумағы болды, және де осы қай жерде, қай аумақта алып жатқанын, және де осы қай жерлерде болып, қай жерде жарылыс болғанын көрсетілген бұл картада. Өте жақсы. Бұл Семей полигон. Мына суретте көрсетілген тұлғаның бейнесі кім екен? Кім айтып береді екен? Бізде Аружан айтамызды айта ғой. Ал Аружан өзің айта ғой. Бұл жерде алғашқы ядролық бомбаны ойлап тапқан Курчатов. Жарайсың, өте керемет, дұрыс таптың. Ал сабағымызға келесі бөліміне өтетін болса, бүгін біздің сыныбымызға жас тарихшылар, жас биологтар және химик физиктер келіп отыр. Жас ғалымдарымыздың ізденіп келген жұмыстарымен таныса отырайық. Ал біздің сыныбымызда қай жас ғалым қандай дайындалып келді екен? Мен жас биограф, осы Семей полигоны туралы зерттедім, және Семей полигонының аумағы, Семей полигонының жарылысының аумағы 8372 шаршы шақырым. Оның орналасқан жері бұрынғы Семей, Павлодар және Қарағанды облыстарының түйіскен жері болып табылады. Сонымен қатар осы жерде жарылыс өткізу үшін сол жердегі құнарлы жерді пайдалана отырып, адамдардың, тұрғындарды, яғни нағыз қазақтарды өз атамекендерінен көшіру үшін оларға ақша беріп, 50 сом, яғни ол жердің ақшасымен 500 сом беріп, Абай, Абыралы атты аудандарға 200-250 шаршы жерлерге қоныс аударған болар. Жақсы, керемет. Ары қарай, жас тарихшымыз. Енді жас физик. Мен жас тарихшымын. Мен Семей полигон туралы айтамын. Семей ядролық полигонының ашу туралы 1947 жылы 2 тамызда сондай жарияланды. 1948 жылы осы кеңес Семей полигонына құрылысшылар келе бастады. 1949 жылы тамыз айларында уже полигондағы алғашқы жарылыс басталды. Ал жас тарихшыларымызбен, жас геологтарымызбен, химиктерімізге бүгінгі сынымызда тәуелсіз журналистіміз келіп отыр. Тәуелсіз журналистіміз бізде Асанбек Қасиетті Шалтаға шақырамыз. Өзінің қойылатын сұрақтарын өзі қойып кетеді. Сұрағымды физикке келіп отыр. Осы полигон аумағында түрлі зерттеу жұмыстарымен зерттеулер өткізілгенін білеміз, және бұл зерттеулер өткізетін алаңдар жайлы сөз болған болатын. Сол жайлы білсек. Мен осы физика, сол алаңдарды зерттеу несімен айналсам, зерттеулермен айналсам, және де осы 1960 жылдан бері осы жердің бетінде және жер үстінде ядролық сынақтар ядролық жарылыстар жүргізілген болатын, және де оның екінші алаңы ол дегелен алаңы болатын. Онда жер асты ядролық сынақтары және жарылыстар жасалған болатын. Ендігі сұрақ дәрігер сізге, жас дәрігер. Осы Семей қаласындағы 4-ші диспансерлік Семей қаласындағы 4-ші диспансерлік больницада кімдерді емдейді? Негізінен ол жақта науқастарды емдеген жоқ. Ол жер ғылым мен келешек үшін желеумен ол жерде радиацияланған тірі организмдерді зерттеді, және қазірге дейін ол диспансер жұмыс жасайды, бірақ ол институт ретінде жұмыс жасайды. Тақырыбымызға байланысты суреттер айдарына келіп жеттік. Мына суреттерді сөйлеттірейік. Бүгінгі суретшілеріміз келіп өз суреттерін баяндап берсе екен.
бұл жерде біз Семей полигонындағы атомның жарылуын көрсеттік. Бұл жерде және біз қазіргі жастар бұндай енді қайталанбасын дейміз. Сол кездері осы ядро атылғаннан кейін радиацияның әсерінен көптеген аурулар мен көптеген балдар зардап шеккен болатын. Бұл жерде көріп отырсаңыздар, анасы мен баласы суреттелген. Баласы қатты аурумен ауырып, анасының құшағында жатыр. Бұндай жағдайлар енді болмайды деп ойлаймын. Әрі бала бақытты болуға лайықты. Балалар, бүгінгі тақырыбымыздың соңын қорытындылай келе, Қазақстан ядролық қарудан бас тарту шешімі дұрыс па, әлде бұрыс па? Сол туралы мына бейнеролигімізге қарап тыңдап көріңдер. Негізі, бұл Астана туралы 20 дерек бағдарламасы біз бүгін Қазақстанда өтетін антиядролық форумдарға дүниежүзі саясаткерлері мен қоғам қайраткерлердің не үшін жиналатынын әңгіме қыламыз. Жер бетіндегі ең ірі полигон, Семей ядролық сынақ полигонының барлық сырын жайып саламыз. Және дүние жүзін атомдық қарудан азат қылу ісіне біздің еліміздің қандай үлес қосып жатқанымен таныстырамыз. Саясаттан бас тартып бейбітшілік жолын таңдаған ең жоғарғы құндылық адам өмірі деп санайтын ел. Кеңес одағының дәуірі өткеннен құпия деген белгімен таңбаланған талай жайттың сыры ашылды. Соның ішінде 20 ғасырдың қасіреті саналатын мыңдаған қазақстандыққа зардабы тиген Семей полигоны туралы да бар шындық жария болды. Көріп отырғандай, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері жарты ғасырдан өтті. Осы Семейдің ядролық қарудың орталығына айналған Қазақстанымыз Семей полигонының жабылуы бұл тарихи маңызды оқиға деп білемін. Қазақстан 1991 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстанның тұңғыш президенті, әлемдегі ядролық қарудан бас тартқан бірден-бір мемлекеттің бірі болып табылады. Біз бейбітсүйгіш мемлекет ретінде әлемге танылдық. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, Семей полигоны жайлы қосымша ізденіп, әлемдегі бейбітшілік біздің тыныштығымыз тақырыпта қосымша эссе жазып келу керек. Үйге берілетін тапсырма осы. Осымен сабағымыз аяқталды.